Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Eyes Open 5-ші сыныптың 4-ші юниттің 46-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты соңына дейін қараймыз. 5-10-15 минут уақытымызды бөлеміз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындайтын боламыз. Asking for information. Информация сұрау, ақпарат сұрау. Real talk. Do you know anyone who's got a weekend job? Сен әлде біреуді білесің бе? Демалыс күні жұмыс жасайтын дейді. Бірінші тапсырма, exercise 1. Listen to the teenager. Take the things you hear. Сөздерді тыңда дейді. Қандай сөздерді білесің дейді. Sister, friend, brother, restaurant, shop, Monday, Saturday and Sunday, friendly people, boring job, money is ok, long day, cook food, prepare food, wash plates and clean tables. Жалпы осы сөздердің барлығының аудармасын білесіңдер деген ойдамын балалар. Sister, әпке, сіңлі, қарындас, friend, дос, brother, аға, іні, restaurant, мейрамхана, shop, дүкен, Monday, дүйсенбі, Saturday and Sunday, сенбі және жексенбі, friendly people, дружелюбный адамдар, boring job, іш пыстырарлық жұмыс, money is okay, ақша ол жақсы, long day, ұзақ күн, cook food, тамақ әзірлеу, prepare food, тамақ дайындау, wash plates, ыдыс аяқтарды жуу, clean tables, дастарханды жинау, столды жинау, иә? Exercise 2. Do you know anyone who's got a weekend job? Ask and answer with a partner. Демалыс күні жұмыс жасайтын бәлде біреуді білесің бе? Өзінің жаңағы парталасымен, сыныптасымен сұрақ жауап жаса деген екен. Мінекей соған бір мысал ретінде жасап шықтым. Do you know someone who's got a weekend job? Демалыс күні жұмыс жасайтын біреуді білесің бе? Yes, I do. My brother has a weekend job. Я, менің ағам, я? Менің ағам демалыс күні жұмыс жасайды. Does he like it? Оның ұнатады ма? Демалыс күні жұмыс жасағанды. Yes, he likes it. It's interesting and hot, not too hard. Я, ол өте қызықты дейді. Және де аса бір ауыр жұмыс емес. What does he do? Ол не істейді? He works as a shop assistant on Sunday. Ол демалыс күні дүкенде сатушы болып қызмет жасайды. Why did he choose this job? Ол неге ол жұмысты таңдады? Because he wants to earn extra money. Ол өйткені ол қосымша ақша тапқысы келеді, ақша жинағысы келеді дейді. Келесі тапсырма, listen to the conversation, what is the job? Мұнда бізде тыңдалым тапсырмасы екен. Complete the conversation with a useful language. Мұнда берілген сөздерді пайдаланып отырып, мына диалогты аяқтауымыз қажет. Және де мұнда үшінші тапсырмада тыңдалымда бізде қандай жұмыс туралы айтылған дейді. Shop assistant, дүкендегі көмекші туралы айтылған екен. Дүкендегі сатушы туралы айтылған екен мына диалогта. Енді мына жерде диалогты аяқтайық. Hi, can I ask about you the Saturday job? Мен сенен демалыс күнгі жұмыс туралы сұрасам болады ма? The shop assistant shop, бұл дүкен сатушысының жұмысы ма дейді. Yes, I'm very interested in it. Мен оған қызығып жүрмін. Good. What do you want to know? Сен не туралы білгің келеді? What time do I start and finish? Мен жұмысты қай уақытта бастаймын және аяқтаймын. You start at 9 a.m. and finish at 6 p.m. with 1 hour for lunch дейді. Таңертең сағат 9-да бастайсың, кешке 6-да аяқталады. Сенде түскі уақытта 1 сағат уақыт беріледі дейді. What exactly is the job? You help me. Оның негізгі жұмысы қандай дейді? Не істеу керек деп сұрап тұр ғой. You help me put the food on the shelves and serve the customers. Сен маған көмектесесің тамақтарды орнына қоюға, сөреге дейді, және де жаңағы нелерге көмектесесің дейді. Және де дүкенге келген сатып алушыларға қызмет көрсетесің дейді. Great. How much money do I get for the day? Мен неше ақша аламын дейді бір күнге деп сұрап тұр, е? Оларға 48 евро береміз деп жазылып тұр мына жерде, сағатына 6 евро деп тұр. Қызығып тұрсың ба дейді. Yes, I am. It's perfect for me. Я, қызығып тұрмын, ол маған өте ыңғайлы дейді.
Listen again and check your answers. Мұнда тыңдалым тапсырмасын тыңдап, қайтадан өзінің жауабын тексер дейді. Work with a partner, practice the conversation in exercise 4. Мына төртінші тапсырманы дейді, практика жасап айт деп шықтыр. Одан кейін жетінші тапсырма, change the words in bold in the conversation in exercise 4. Use the information below, practice the conversation. Біздеріне берілген ақпараттарды пайдалана отырып, төртінші тапсырмадағыдай диалог құруымыз қажет екен. Мысалы ретінде сендерге жасап қойдым. What job is it? Бұл қандай жұмыс дейді? It's a Saturday job at Joe's Burger Restaurant. Бұл демалыс күні болатын Joe'стың бургер мейрамханасындағы жұмыс дейді. What are the hours? Неше сағат жұмыс жасаймын дейді. From 11 a.m. to 6 p.m. Таңғы сағат 11-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс жасайсың дейді. What do you do? Мен не істеуім керек дейді. Serve customers and clean tables. Жаңағы келген қонақтарға қызмет көрсетесің және дастарханды жинайсың дейді, столда. How much does it pay? Ол неше теңге төлейді дейді. 5 euro in hour. Сағатына 5 евро. Do you get lunch? Түскі ас береді ма дейді. Yes, 30 minutes and the food is free дейді. Дейді 30 минут демалыс уақыт беріледі екен. Түскі асқа және де ол тамақ тегін дейді. Яғни мейрамхана өзі тамақтандырады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге пайдалы болды деген ойдамын.